Қазіргі қоғамда жастар арасындағы жанжал, ата-ананы тыңдамау, ұрыс төбелес, шетел мәдениетіне еліктеушілік көбейіп барады. Болашақта ел тұтқасын ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды мәселенің бірі. Олардың отан сүйгіштік сезімін, білім мен біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ адамшылық және адамгершілік қадір-қасиеттерін, жаңа дүниетанымдық көзқарастарын, ұнамды мінез-құлық нормаларын, рухани адамгершілік құндылықтары арқылы қалыптастыру үлкен қажеттілік. Қазақ баласын қалай тәрбиелеген? Қазақ баласын үш-ақ ауыз сөзбен тәрбиелеген. Ол ұят болады, жаман болады, ол обал болады. Осы үш ауыз сөзбен сөзге тоқтаған дана халқымыз балаларын тәрбиелеп өсірген. Қазіргі таңда біз жастарымыздың санасына өзіміздің тарихи, ұлттық, мәдени, діни идеологиямызды сіңдіріп, қазіргі жастарға осы біздің бай руханиятымызды түсіндіре алатын болсақ, олар шетелге еліктемейтін болар еді. Әл-Фарабидің сөзі бар, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сол үшін алдымен балаларымызды осы біздің руханилыққа тәрбиелеп, одан кейін барып, Құранда Алақ сүресінің алғашқы аятында айтады: «Иқра бисми раббикаллази халақ» деп, яғни оқы, Алланың, Раббыңның атымен оқы дейді. Яғни білім алу дінде де, біздің тарихымызда да, мәдениетімізде де өте үлкен рөл атқарады. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы, еңбек пен ата-ана үлгісі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру баланың туғанынан басталуы керек. Халықта ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші рөл атқарады.